Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай өте тез әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз айран, ұн, жұмыртқа, кунжут, ас содасы және тұзымыз ғана қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға осылай айранымызды құйып жақсылап араластырамыз. Одан кейін тұзымызды, ас содамызды салып, ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды біз қолымызбен емес, тек қана венчиктің көмегімен ғана илейтін боламыз. Салмасына тек қана осылай піскен жұмыртқамыз ғана қажет болады. Оны төрт бұрыштап жақсылап турап алатын боламыз. Форманы өз қалауларыңыз бойынша қолдана берулеріңізге болады. Ішіне осылай паклан қағазын салып, қамырымыздың жартысын құйып, салмасын салатын боламыз. Одан кейін қалған қамырымызды бетіне құятын боламыз. Және де бетіне жақсылап кунжутты сеуіп, 150 градуста жарты сағат көлемінде пісіретін боламыз. Өте тез әрі қолжетімді заттардан тұратын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.